бұл өмірден алынған әңгіме YouTube арнасы. Арнаға тіркеліп лайк басуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Фейсбуктан өзімнің 30 жылдық танысымды іздеп отырмын. Туған-туыстардың арасына іздеп жүріп әрең дегенде таптым. Тегін өзгертіпті, отбасын құрыпты, өте сұлу жары болыпты. Біраз үніліп қарап жүрдім. Тек қана суретіне тамсанып жүріп, балалық шақты еске алдым. Біз ауылда тұратын едік. Ол менен бір сынып төмен оқитын. Мен одан бір сынып жоғары оқыдым. Сондай сұлу, әдемі кербез ауыл қызы еді. Өте қарапайым, әдемі. Мен 10-шы сыныпта оқып жүргенде, ол 9-шы сыныпта оқитын. Солай ол кезде колхозға жұмысқа баратынбыз. Ол қыздың әке-шешесі өте қарапайым етін. Жылда колхозға барып жұмыс жасайтын. Ал мен әке-шешем бақуатты болғандықтан, мен ол жаққа баруды жөн санамайтымын. Үстіме дұрыс үйлестіріп киімді кие алмайтымын. Сәл ынжықтауда болдым. Онша сөйлей алмайтымын да. Ол қыз ауыл қыздарының сұлуы десем қателеспеймін. Барлық жігіт айналасында үймелеп жүретін. Бірақ ешқайсын өзіне жолатпайтын. Солай мен де бір күні қызығып колхоз жұмысына бардым. Ол қыз да жұмыста жүр екен. Солай жүк көлігінің артына бәрімізді тиеп алып, жұмысқа ала жөнелді. Картошка, егін егу, неше түрлі жұмыстар. Күліп, ойнап, мәз болып жұмыс істеп қыздарға тиіскенімізге ризамыз. Қыздар мама деп айқайлағанда біз мәз боламыз. Солай кешкісін жұмыстан үйге қайттық. Жол ойқы-шойқы. Бір жолдан секіріп өткенде, бір қара қыз көзі домаланып, қолына дәу жанға кіріп кетіпті. Жүрегім дыз ете қалды. Өйткені бұл мен ұнатқан асыл жан еді. Жүгіріп барып қолындағы жаңқасын қалай жұлып алғанымды өзім де байқамай қалдым. Көздерінен жас домалақтап аға жөнелді. Мән бермедім. Артқа тез қарай салдым. Ішім алай-дүлей. Мен оған шын ұнататын едім. Осылайша уақыт өте берді. Ол 10-шы сыныпқа көшті, мен 11-ге көштім. Оқу бітіретін кезде таяп қалды. Бір күні мектепте қыз сыны болды. Әрине, қыз сынының бас жүлдесін Асылжан алды. Өйткені ол оған лайық еді. Өзі сондай сұлу, өзі сондай ақылды, көркем еді. Бірақ мен оған мен сені ұнатамын деп айтуға батылым жетпеді. Батылым жетпегенде мен оны өзіме сай деп санамадым. Мен өйткені дұрыс сөйлей алмаймын, дұрыс киіне алмаймын, ынжықтаумын, түрімде олпы-солпы деп өзімді оған тең көрмедім. Солай уақыт өте бастады. Біз 11-ші сыныпты тәмамдадық. Асылжан 10-шы сыныпқа көшті. Солай бір күні отырыста бірге отырдық. Ол маған мен үйге қайтамын, мені шығарып саласың ба деп тіл қатты. Мен әрине деп төбем көкке бір елі жетпей қалды. Екеуміз үй жаққа жақындадық. Солайша есік алдына кіріп әңгіме айттық. Ол да өз әңгімесін айтты, мен де өз әңгімемді айттым. Айдың сәулесі оның бетіне тікелей түсіп тұр. Түрі сондай жылы, әдемі. Мен оған өзімді ұстай алмай, бас салып құшақтамақшы болдым. Ол мені итеріп, көкірегімнен итеріп, мені итермелей бастады. Өзімді сондай ыңғайсыз сезіндім. Осылайша екеуміз екі жаққа кеттік. Мен солай жүріп әскерге кеттім. Бір жылдан кейін қайта оралдым. Ауылда жұмыс жоқ. Барлық адамдар ішкілікке салынып, жасы да кәрісі де ішкілікке салынып кетті. Мен де ашты суды аз ұрттамадым. Жаман ортаға түсіп, темір торға түстім. Солай темір тордан шығып, жаңа өмір бастаймын деп Алматы қаласында қалып, жаңа өмір бастап, отбасын құрып, 30 жылдан кейін осы ауылдас қызымды іздеп отырмын. Асылжанды ойламадым десем, ол қателік болар. Асылжанды ешқашан ұмытқан емеспін, ойымнан да шығарған емеспін. Осылайша бүгін Фейсбуктан тауып хат жолдадым. Бірінші сәлем деп өзі жазды. Солай мен де оған сәлем құрдас деп қалжыңдап жазып жібердім. Бірақ оған ол ответ қайтармады. Мен бірден неге шымшып сөйледім деп өзімді кінәлай жөнелдім. Бір жұмадай тағы суретіне қарап жүрдім.
бір жұмадайын өзім жаздым. Сәлем, қалайсың деп. Ол да қолын көтерген смайликті жіберіпті. Мен де үнсіз қалдым. Солайша WhatsApp номерін сұрадым. WhatsApp номерін жазбапты. Ойланған смайликті жіберіпті. Әбден смайликке тойдырдың-ау деп ішімнен ызаландым. Осылайша 1-2 аптадайын WhatsApp номерін жазып жіберіпті. Бірден WhatsAppқа теріп havasына қарадым. Өте бақытты, әдемі сұлу келіншек болыпты. WhatsApp'тан жөн сұрасып қал сұрастық. Сөйтсем, ол да осы Алматы қаласында тұрады екен. Үйленіпті, үй жайы бар екен. Солайша кездеспедік па деп жазды. Мен қуана кеттім. Белгіленген мекен жайға жуынып, шайынып, бар үстіме жақсымды жабыстырып бардым. Қалтам жұқалау еді. Келсем, ресторан екен. Алдымнан даяршы қыз күлімдеп шығып, келіңіз деп жайылған дастарханға шақырды. Қазір ханым келеді деді. Ан-танмын. Біраз отырған соң Асылжан да кіріп келді. Шашы ұзын, көзі бақырайған, ұзын көйлек киген. Жүрегім зу ете қалды. Мені құшақтап бетімнен сүйіп амандастық. Солайша екеуміз ішіп-жеп бар әңгімемізді айттық. Орнымнан тұрып төлейін десем, қалтам сәл жұқалау еді. Даяршы қызға қарадым. Жоқ, бұл жолы мен шақырдым ғой, мен сені құрметтейін деп ол күліп сала берді. Солайша екеуміз ары қарай бақшаға бардық. Бақшаға келіп екеуміз әңгімемізді жалғастырдық. Ол маған әңгіме арасында өзінің маған қатты ғашық болғанын, сені ұмытпағанын барлығын жеткізді. Мен ан-танмын, сен мені жақсы көрдің бе деп. Ал сен өзімді қоярға жер таппадым. Бұл әңгіме менің миыма сияр емес. Не дерімді білмедім. Осылайша әңгіме аяқталуға жақын қалды. Мен саған шын ғашық едім. Сол ғашықтықты мені 30 жыл арқаладым. Осы ауыр дерттен құтылу үшін сені шақырдым. Саған барлығын баяндап беру үшін шақырдым деді. Мен ішімнен тынып не дерімді білмей қалдым. Маған ертең ауыр күрделі ота жасалады. Сол отадан ояу шығамын ба шықпаймын ба ол белгісіз. Егер де ояу шықсам, жаңа өмір бастағым келеді сенсіз. Сол үшін осы ауыр жүктен құтылғым келеді деді. Осылайша сен мені ұнаттың ба деді. Иә, мен де сені қатты ұнаттым дедім. Сен маған ұнайтынсың, сондай әдемісің дедім. Бірақ сен маған ғашық болмапсың. Мен саған шын ғашық болдым. Осы келбетіңді 30 жыл бойы есімде сақтадым. 30 жыл бойы күттім деді Асылжан ауыр күрсініп. Құдай саған ғашықтық сезімі бермегеніне шын жүректен қуаныштымын дедім. Сен бақыттысың ба дедім. Иә, мен бақыттымын деді. Ал сенші дедім. Мен өзім бақыттымын ба, бақытты емеспін бе, оны мүлдем түсінбедім. Осылайша елегізіп үйіме қайттым. Үй жағыма келсем, үйім қабырғалары сөгілген, тастары мыжылған. Мен мүлдем ештеңеге мән бермеген екенмін. Сөйтсем менде ғашықтық сезімі мүлдем болмапты. Сол күннен бастап өзіме сұрақ қойдым. Сен осы өмірде бақыттысың ба, не бітірдің деген сұраққа әлі күнге дейін жауап таба алмадым.